Жедел профилактикалық іс-шаралар қалай өтті? Әкімшілік жауапкершілікке тартылған адам саны қанша? Статистика алдамайды, сандар сөйлесін. Әр дүйсенбі сайын тәртіп сақшыларының атқарылған жұмыстарына назар аударыңыз. Атырауда 500 мың теңгеге жуық айыппұлын төлемеген жүргізуші анықталды. Атырау қаласының Зейнолла Қабдолов көшесінде маркасы Toyota Эссима шетелдік тіркеу нөмірі бар автокөлік тексерілді. Тексеру барысында қорғау ақпараттық жүйесі арқылы аталған көліктің төленбеген 443.043 теңгені құрайтын 17 айыппұлы бар екені және жүргізуші борышкер есебінде тұрғаны анықталды. Аталған дерек негізінде жүргізушіге әкімшілік хаттама толтырылып, көлігі айыппұл тұрағына қойылды. Құрметті жүргізушілер, Атырау қаласында автокөліктерді тексеру барысында жол қозғалысы ережелерін бұзған жағдайда айыппұлдар мен әкімшілік шаралар қолданылады. Әсіресе төленбеген айыппұлдары бар жағдайда көліктер айыппұл тұрағына қойылуы мүмкін. Сондықтан барлық жүргізушілерді өздерінің айыппұлдарын уақытында төлеп, заң талаптарына сай көлік құралдарын пайдаланыңыз. Жедел профилактикалық іс-шарасы кезінде 250-ге жуық дерек анықталды. Қоғамдық көліктегі оқыс оқиғалар мен құқыққа қарсы әрекеттердің жиілеуіне байланысты республика аумағында жергілікті атқарушы органдармен бірлескен тасымалдаушы жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Патрульдік полиция қызметкерлері 3 күнде 232 әкімшілік құқық бұзушылықты анықтаған. Оның ішінде Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру туралы заңнамасын бұзу 48, жолаушыларды, багажды және жүктерді тасымалдау қағидаларын бұзу 46, рұқсатсыз заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқан такси жүргізушілері 2, тиісті рұқсатсыз қайта жабдықталған көлік құралын басқару 7, мемлекеттік немесе міндетті техникалық қарап тексеруден өтпеген көлік құралын басқару 54, сонымен қатар жүргізушінің көлікті алкогольдік масаң күйде басқаруының 2 дерегі анықталды. Осыған орай тәртіп сақшылары қала тұрғындарына жолда өзіңіздің және өзгенің өміріне қауіп төндірмей, барлық жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтау керегін ескертеді. Атырауда жол сақшылары қалың тұманда қалған 1000-нан астам көлікті сүйемелдеу арқылы жөнелтті. Облыс аумағын қалың тұман басып, жол қозғалысы қауіпсіздігін қиындатты. Республикалық маңызы бар Атырау-Орал, Атырау-Астрахань тасжолдарында жол тайғақтығы орын алып, қозғалысқа шектеу енгізілді. Жол бойында жиналған 1000-нан астам көліктерді патрульдік полиция қызметкерлері сүйемелдеу арқылы жөнелтті. Қолайсыз ауа райы кезінде жол көлік оқиғасының алдын алу мақсатында жол сақшылары үздіксіз түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Құрметті көлік жүргізушілері, жолға шықпас бұрын көліктеріңіздің техникалық жағдайын тексеру қажеттігін еске саламыз. Ауа райы күрт өзгерген жағдайларды ескерту үшін алдын ала жолданатын 112 арнасының хабарламаларына назар салыңыздар.